Сәлеметсіздер ме, әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге тағы да бір қажетті құжаттардың бірі аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын алуға арналған жаднамамен бөліспекшімін. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, өзге де әріптестеріңізге тарата отырыңыз. Аутодеструктивті мінез-құлық дегеніміз не? Аутодеструктивті мінез-құлық адамның өзіне зиян келтіретін саналы не бейсаналы әрекеттері. Бұл әрекеттерге мыналар жатады: өзін-өзі кінәлау, өз-өзіне сенімсіздік, өзін-өзі зақымдау, мысалы қолын кесу деген сияқты, қауіпті заттар мен ішімдікті, есірткі қолдану, қарым-қатынастан оқшаулану, суицидтік ойлар мен әрекеттер. Аутодеструктивті мінез-құлықтың белгілері: көңіл күйдің күрт өзгеруі, жылау, ашулану, өз-өзіне қол жұмсауға қатысты сөздер немесе әрекеттер, денесінде көгерген, кесілген іздер жасырын ұстауы мүмкін. Жалғыздықты ұнату, достармен араласудан бас тарту, ұйқы мен тәбет бұзылыстары, өмір мәнін жоғалту сезімі. Алдын алу жолдары. Оқушыға арналған кеңестер. Мәселең болса, жақын адаммен немесе мектеп психологымен сөйлес. Өзіңе ұнайтын іспен шұғылдан, сурет салу, музыка тыңдау, серуендеу. Өзіңді мақтап үйрен. Әр жетістігің маңызды. Достарыңа көмектес және сенімді адам бол. Денсаулықты күтіп, зиянды әдеттерден аулақ бол. Ата-анаға арналған кеңестер. Баламен ашық әрі сенімді қарым-қатынас орнатыңыз. Қарсы пікір білдірмей тыңдауға тырысыңыз. Баланың көңіл күйіндегі өзгерістерге назар аударыңыз. Артық қысыммен салыстырудан аулақ болыңыз. Қиын жағдайда маманның, психологтың көмегіне жүгініңіз. Мұғалімге арналған кеңестер. Қысартып қояйын, кеңестер. Оқушының эмоционалдық жай-күйін бақылап отырыңыз. Қиын жағдайға тап болған оқушыны жеке әңгімеге шақырыңыз. Психологпен және ата-анамен тығыз байланыста болыңыз. Сабақта достық атмосфера орнатуға тырысыңыз. Оқушылардың жетістігін жиі атап өтіңіз. Қауіпсіздік желілері. Бұл жөнінде білу керек. Балаларға арналған сенім телефоны. Психологиялық көмек көрсету орталығы. Енді мен мына жерде сенім телефоны, бұл жерде де примерно қоя салдым. Оны жазасыздар. Психологиялық көмек орталығы. Қазір жерде, еліміздің өңірлерде, облыс орталықтарында, ірі қалалардың бәрінде психологиялық көмек орталығы бар. Дәл қазір көмек керек болса, жақын ересекке немесе мұғалімге жүгініңіз. Есте сақтаңыз, сен жалғыз емессің. Әрбір адамның өмірі баға жетпес құндылық. Кез келген мәселенің шешімі бар. Міне осындай алдын алу шараларын ұйымдастырып, жаднамаларды онлайн форматта ата-аналарға жіберуге болады. Оқушыларға мәдениетті түрде шошытып алмайтындай, ақырындап кеңес беріп, өмір туралы әндері тыңдатып, қызықты өмір сүру әрқайсымыздың өз қолымызда, кемшіліксіз адам болмайды, қателік жібермейтін адам болмайды деген сияқты мотивациялық шабыт беретін сөздерді айтып, оларға біз психологиялық тұрғыдан қолдау көрсетіп отыруымыз керек. Сонда өмірден торығып, бас кесіп, өзіне-өзі қол салу, қастандық жатау деген сияқты жағымсыз іс-әрекеттер азаяды, болмайды да, әр уақытта болмай-ақ қойсын. Өмір құнды. Сол өмірді дұрыстап сүруіміз керек. Әр уақытта
көмек сұраудан ұялмаңыздар деп айтып отыру керек. Бір керектеріңізге жарасын. Келесі кездескенше.